Қайырлы күн, құрметті оқытушылар және оқушылар. Бүгін біз Orange бағдарламасымен танысатын боламыз. Orange бағдарламасын ең алдымен біз кез келген браузерден соңғы версиясын тегін жүктеп аламыз. Жүктеп алғаннан кейін Orange бағдарламасын ашатын болсақ, ең алғашқы осылай интерфейс бізге көрінеді. Яғни, енді бұл бізде бұл жұмыс алаңы, яғни біз блоктарды орналастырып, сол жақ панельден өзімізге керекті виджеттерден, яғни виджеттердің ішінен таңдап аламыз. Яғни файл, new деп сіздер өтеді. Жалпы интерфейсі осы. Бұл жерде ең бірінші бізде дата, бұл дата бөлімі. Мұнда біз деректерді жүктейтін және олардың өңдейтін блоктарды табамыз. Мысалы, файл. Бұл файл бізде деректер файлын жүктеу үшін, яғни өзімізге керекті, мысалы, файлды мына жерден жүктейміз. Мысалы, осылай өзіміз керекті файл жүктей аламыз. Ал data table деген data table. Бұл бізде деректерді кесте түрінде көру үшін. Мысалы, мынаған жалғайтын болсақ, мысалы үшін. Жаңдегі деректер осылай бізге кесте түрінде ұсынылады. Ал бізде select columns мына жерде. Қайда select columns? Біз өзімізге керекті, мысалы, фильтрге немесе оны таргетке өткізіп, өзімізге керек нәрсені өңдеп аламыз. Алдағы уақытта бұл жерде түсіндіріп өтемін. Жалпы қазір не екенін түсіндіріп өтеді. Select columns-тың, мысалы, select columns бұл деректер ішінен бағандарды таңдау үшін, өзімізге таңдап алу үшін. Ал select rows бұл бізде жолдарды таңдау үшін немесе сүзгілеу үшін, фильтрлеу ету үшін. Ішкі құрылысы осы. Жабыстайық. Енді біз келесі одан кейін мына жерге өтейік, визуализация бөлімі. Бұл бөлім, яғни бұл жерде не бар? Деректерді график арқылы көруге болатын бізде функциялар бар. Мысалы, scatter plot, мына жерде қайда scatter plot. Жаңдегі біздің салған суретімізді график түрінде көрсете аламыз осылай. Мысалы, одан кейін box plot, мысалы, tree viewer, ағаш түрінде, например, box plot. Осылай. Одан кейін не бар? Histogram дейді. Гистограмма. Тағы не бар? Viewing plot. Осылай. Height map дейді мысал үшін. Одан кейін біздегі келесі бөлім, осылай шығарады. Бізде келесі бөлім model, яғни модель бөлімі. Яғни бұл жерде машиналық оқыту алгоритмдері орналасқан бұл жерде. Яғни, мысалы, logistic regression, linear regression, солар орналасқан. Natural network, яғни алдағы уақытта түсіндіреміз қазір. Одан кейін бұл logistic regression. Бұл logistic regression дегеніміз классификация жасау үшін, яғни классификация жасау үшін алдағы уақытта бұл жерде түсіндіріп өтеміз практикалық жұмыс арқылы. Одан кейін tree деген бұл жерде бұл бізде ағаш деген сөз, шешім ағашы. Жаңдегі біз айтып өттік, tree viewer, например. Өшеп істеу керек екен. Алдағы практикалық жұмысты көретін боламыз. Одан кейін бізде не бар? Random forest бар.
Random forest деген бұл бірнеше ағаштан тұратын құрылғылар. Одан кейін бізде мына жерде evaluate бар. Бұл бөлімде модельдерді бағалау үшін қолданады. Мысалы, test and score, дұрыс па? Test and score бұл модельдің нәтижесін көру үшін, біздің моделіміздің нәтижесін көру үшін, мынау қазір қате болғаннан кейін ол шықпай тұр. Өйткені біз енді примерно айтып жатыр, көрсетіп жатыр қой. Одан кейін барып бізде confusion matrix деген бар. Бұл жерде confusion matrix деген бар. Бұл бізде қателерді бағалау үшін, қате жерлерді. Бұл да өте керекті нәрсе. Одан кейін ішінде параметр фильтр, ROC Analytics деген бар. Бұл бізде дәлдікті графикпен көрсету үшін, графикпен көрсету үшін. Мынандай график арқылы көрсетеді. Примерно осы құралдар. Мына жерде бізде unsupervised, алдыңғы сапаға түсіндіріп өткендей, машиналық оқытудың негізгі құрылымдарының біріне кіретін, оқыту түріне кіретін unsupervised бөлімдері. Яғни осының барлығы бізде бір кез келген болжау үшін жасалған, болжам жасауға болу үшін өте пайдалы құралдар. Осыларды алдағы уақытта қолданып, біз практикалық тапсырмалар орындаймыз, өзіміздің жобамызды жасайтын боламыз. Бүгінге осы примерно сіздерге түсіндіріп өттім, қалай не бар екенін ішінде, қалай қолдану керектігін алдағы уақытта үйренеміз. Ішкі құрылымы жалпы осы. Жалпы бағдарлама өте ыңғайлы, өте түсінікті деп ойлаймын. Барлығы прям точка-точкамен түсіндіріліп көрсетіліп тұр. Сондықтан өте қызықты жұмыстар жасауға болады. Жалпы бүгінгі сабағымыз осымен тәмам. Рахмет сіздерге.